Ақтауда жігіттерді әскери комиссариатқа неге күштеп әкетіп жатыр? Спутник кз сайтына Ақтаудан Жәния атты әйел хабарласып, әскери комиссариаттағылардың нан алу үшін дүкенге кеткен ұлын күштеп, заңсыз алып кеткенін және жібермей жатқанын айтқан. Түскі сағат 12:00 шамасында ұлым қоңырау шалды. Ол өзін әскери комиссариатқа алып кеткенін айтып үлгерді. Оның тек жасын сұрап 18-ге толғанын естіп, бірден автобусқа апарған. Осылай көшеден күштеп алып кететіндей елде соғыс жағдай жоқ қой, тіпті балама қылмыскердей қарайды, дейді ол. Ал Маңғыстау облыстық қорғаныс істері жөніндегі департаменті әскерге шақыру бөлімінің бастығы Талғат Сарбасовтың айтуынша, әскерге шақыруды кейінге қалдыру немесе одан босатуға негізі жоқтар ғана алынады. Биыл 1 наурыздан бастап 30 маусымға дейін Ақтау қаласында жергілікті полиция қызметінің қызметкерлері, ұлттық ұланның әскери қызметшілері және Ақтау қаласының жергілікті әскери басқару органдарымен рейдтік іс-шаралар өтеді. Мерзімді әскери қызметке шақырылғандарды іздестіру және жеткізу, шақыру науқаны кезінде мүмкін болмағандарға шақыру қағаздарын жеткізу жұмыстары жүргізіліп жатыр, дейді ол. Айтуынша, рейд барысында әскери есепке алуды және әскери міндетті белгілеу мақсатында әскер жасындағы жігіттерге сауалнама жүргізіліп, жеке куәлік пен жеке сәйкестендіру нөмірі бойынша тіркелген мәліметтер тексеріледі. Әскери қызмет өткеруді кейінге қалдыру немесе босату туралы мәліметтер белгіленбеген жағдайда азамат жергілікті әскери басқару органдарының шақыру учаскесіне жеткізіледі. Жергілікті әскери басқарма аумағында ұялы телефондарды пайдалануға тыйым салынады, дейді Талғат Сарбасов.